Сәлем, қазіргі таңда блогер немесе контент-мейкер болам деушілер саны аз емес. Бірақ бірінші қадамды жасау қиын көрінеді. Солай ғой? Өйткені не? Дұрыс, ақпарат жетіспейді. Сондықтан бүгін мен және Сандуғаш сізге контент жасау бойынша кеңестерімізбен бөлісеміз. Біз үшін сапалы контент иелерінің көбейгені мақсат. Сондықтан мұқият тыңдап, қажет ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Кеттік. Бастамастан бұрын ең алдымен бағытыңызды анықтап алған жөн, яғни ниша. Әлем бойынша ең өтімді және ауқымды бағыттарының бірі ол әрине әзілқой күлкілі контент бағыты. Бағыт таңдау ең бастапқы қадам десек те болады, өйткені бағытқа қарай сіздің алғаш контент идеясы жарық көреді. Идея ең маңызды фактор. Оны ауадан жайдан жай ойлап табу жеңіліс емес. Сондықтан бастапқы кезде өзіңізді қинамай, біреудің контентін қайталап көріңіз. Мейлі тіпті әлеуметтік желілерге салмасаңыздар да, ол алғаш контент жасау тәжірибесін беретін өте қызық керемет процесс. Оның үстіне қол жаттықтырасыз. Біреудің істеген қайталап көру ұялатын нәрсе емес, керісінше олардың ісін меңгеру сізге маңызды. Ұмытпаңыздар, өмірдегі әрбір адам сіз үшін ұстаз. Әрине, әркімнен тек жақсыға үйренген абзал. Қайталап қол жаттықтырып алған соң, сіз әрине ерекше идеяларға бет бұрасыз. Ал ол үшін келесі этап көрегенділік, яғни надсмотренностьті дамыту қажет. Түсінбесеңіз, ол жақсы контентті меңгеріп, ақпарат жинау деген сөз. Сіз ғаламтордан жоғары сападағы контент көздерін іздеуіңіз қажет. Қаншалықты ерекше контент қарайсыз, соншалықты өзіңізде ерекше идея құру ықтималдығын арттырасыз. Көпшілік қарайтын дүниелерден алыс болып, ерекше идеялар құдығын іздеңіз. Келесі қадам, сіз белгілі бір ойға келдіңіз дейік. Оны жүзеге асыру үшін не істеу керек? Ең біріншіден бастау үшін сізге жоспар керек. Бұл қадамда сіз барлық мүмкіндіктеріңізді ескересіз, яғни сыртқы факторларды. Ол аппаратура, қосымша киім, кейіпкерлер, тіпті ауа райы болуы мүмкін. Сондықтан өз мүмкіншілігіңізді дұрыс бағалап, реалист болыңыз. Екіншіден, сіз идеяңызды қалай көретініңізді жазуыңыз керек, яғни концепцияны анықтау. Ал концепция ол видеоның қандай көңіл-күй сезім беретіні, қандай форматта стильде жасалатыны сипаты десек болады. Бұл жерде сіз ролик ерекшеліктерін ескере отырып, концепцияны құрайсыз. Мысалы, бастауыш мектеп оқушыларына арналған видео болса, түсінікті, көңілді және ашық түстерге толы видеоны жасауға тырысыңыз. Яғни концепция құрған кезде сізде ролик мақсаты мен мақсатты аудиториясын анықтап, осы информацияға сүйеніп, концепцияны құрып бастаған абзал болады деп ойлаймын. Үшінші және ең көп еңбекті қажет ететін кезең ол сценарий жазу. Сценарий ол роликте болатын барлық іс-әрекеттер мен репликалардың сипаты. Былайша айтқанда, кейіпкерлердің іс-әрекеттерінің жүйелігі. Бұл жерде осылай деген сценарий шаблоны жоқ. Қалай сізге ыңғайлы, дәл солай жаза беріңіз. Алайда сценарий контент жасауда маңызды рөл атқарады. Себебі әр роликтің негізгі құраушысы сценарий болып табылады. Сондықтан менің кеңесім, сценарийді бар мүмкіндігіңіз бойынша түсінікті және детальды жазуға тырысыңыз. Тіпті әр дене қимылын, эмоцияны жазып көрсету артық болмайды. Есіңізде болсын, жоспарлау және дайындық процесі қаншалықты мықты болған сайын, түсіріліміңіз соншалықты жеңіл болады. Енді сіз нақты не және қалай түсіретініңізді анықтап алғаннан кейін, іске сәт, видео түсіру және контент жасау өнері әлемдегі басқа да істер сияқты үнемі прогресті талап етеді. Сондықтан жаңа тәжірибелерге ашық болыңыз. Оған қоса, сапа ұғымын меңгергеніңіз абзал. Өйткені өкінішке орай елімізде сапаға мән беретін блогерлер және контент-мейкерлер саны өте аз. Шамаңыз келгенше өз өнімдеріңіздің сапасын уақытымен жақсартып отыруды ұмытпаңыз. Бұл жерде тек видеоның ғана сапасы емес, жалпы идея, концепт, сценарий сапасы да айтылады. Ендеше бүгінге осы. Қайталап айтамыз, біз үшін сапалы контент иелерінің көбейгені мақсат. Сондықтан тек алға. Казнетті бірге дамытайық. Көріскенше.